Әдеттің отын өрлеңіз. Әрбір тұрақты ішкі күй, әрбір қабілет тиісті істер арқылы нығайып, шыңдала түседі. Жүру қабілеті жүрумен, жүгіру қабілеті жүгірумен. Негізінде, егер бір нәрсені істегің келсе, бұл істі осылайша әдетке айналдыр. Ал егер бір нәрсені істегің келмесе, істеме. Оның орнында басқа нәрсе істеуді әдетке айналдыр. Тұрақты ішкі күй мен рухани қабілет те дәл солай. Ашуланған кезде тек сен ғана ашуға булықпағаныңды, мұны адамның ішкі күйі отқа май құйғандай үдетіп жібергенін біл. Эпиктет, сұхбаттар. Бізді тұрақты түрде істейтін әрекетіміз арқылы тануға болады деген Аристотель. Өйткені мінсіздік әрекет емес әдет. Нені көзіңе жиі елестетсең, ойыңда дәл сондай болмақ. Өйткені жан дүниең осы көріністерді сіңіріп алады деген Марк Аврелий. Өткен аптада не істегеніңіз туралы ойланыңыз. Сондай-ақ бүгінгі және келесі аптаға жоспарлаған ісіңізді ойланыңыз. Іс-әрекеттеріңіз өзіңіз ойлаған адамға немесе көзіңізге елестеткен адамға қаншалықты сай? Жан дүниеңіз нені сіңіріп жатыр? Қандай адам болып бара жатырсыз?